қаласақ та қаламасақ та Жоқ, барамыз. енді қазір мектептерде оқып жатыр офлайн жүйеде. Білімнің сапасы жоғары деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан да біз қазір сандық технологияларға өтуіміз керек. Мен өзім депутаттық сауалда жолдағам. Менің ойымша бізде қаңтар оқиғасы кезінде Каспий интернетсіз де жұмыс жасайтын өзінің нелерін қосты ғой, мүмкіндіктерін. Дәл сол секілді білімнің цифрлық платформасын дайындап жүрген компаниялар ауылға барып, сол платформаларды интернетке байламай, сол платформалар қолжетімділігін қамтамасыз етсе, қолынан келсе жасасын. Мен жақында біздің Қазақстанда осындай платформалар қандай бар ма екен деп қарай бастадым. Оның ішінде Зерделі деген бізде репетиторлық орталық, жалпы Ержан мырзаға сол репетиторлық орталықтар туралы мәселесін білгім келіп тұр, ойын. Қазір мектеп білімнің сапасын қамтамасыз ете алмайтын болды. Кез келген баласының болашағын ойлайтын ата-ана ол репетиторлық орталыққа жүгінуге мәжбүр. Өйткені баласы мектепте сондай сапалы білім ала алмай жатыр. Енді баланың сапалы білімін қамтамасыз ету керек қой. Сондықтан қайыққа барады, сондай орталықтардың бірін өзім зерделеп қараған кезде маған Зерделі деген орталық ұнады. Ол жерде бүкіл контенті бойынша дүниелері бар екен. Соның ішінде өздерінің платформалары да бар. Яғни сабақты жазып алуға қатысты. Осының бәрін енді енгізу керек. Бізде бір қызық дүние болып тұр. Мемлекеттік деңгейде өздерінің тапсырып алып жатқан компаниялар бар, бірақ олардың жалпы тәжірибесі нәтижелі болмай жатыр. Ал мемлекеттен бір тиын қаражат алмай жасап жатқан компаниялар бар. Олар мемлекеттік осындай мектептерге енуде бір интеграция болмай тұрды. Біз соған қазір бұл нарық қой. Нарықтың заңдылығына сәйкес ашықтықты қамтамасыз етуіміз қажет. Қай компания шын мәнінде контент сапалы болып тұр, соны алып келу керек болып тұр. Бұл жерде коррупцияға жол бермей, осыған келсек, менің ойымша бізде де бар. Бізде мысалы Алматы баспасының барлық контентін Topic IQ деп жасап, соның таныстырылымында көрдім. Дарын онлайн бар, онлайн мектебіміз бар. Яғни барлық контенттерді саралап қарап, ішіндегі ең сапалысын, ең ауылға қолжетімдісін апарып енгізе беруіміз қажет. Менің